сәлем, достар, бүгін есірткі тақырыбын қозғаймын. Қазір елде мефедрон қасіреті. Шалыс естімедіңіз, бұл өршіп тұрған үлкен қасірет. Бұл айтылуы керек маңызды тақырып. Сондықтан мифтің әсері мен зардабын айтуды жөн санадым. Шыны керек, біздің қоғам есірткі тақырыбы 90-шы жылдарда қалған әңгіме. Қазір ол азайды деген сеніммен жүр. Жоқ, олай емес. Бұрынғы героин мен марихуанадан бетер арты өте қайғылы жағдайға апаратын мефедрон пайда болды. Ол жайында ақпарат іздестіріп, адамға әсері, шамамен жастардың пайдалану пайыздық көрсеткіші туралы оқыдым. Мысалы, Тенгриде шыққан «С тебя тело, с меня меф» мақаласына сүйенсек, осы мефедронды, басқаша айтқанда мефті пайдаланатын 14-20 жас аралығындағы балалар екенін білдік. Бұрын 20-дан 30-дан асқандар наркоман деуші едік, ал қазір мектеп оқушылары есірткіде отыр. Бұл өте үлкен мәселе. Бұның шешімін тез арада табу керек. Сенесіздер ме? Мефті пайдаланатындардың көбісі қыздар екен. Үлкендер қауымы қазір түсінбей жатыр. Бірақ біз жастар ондайды көріп жүрміз. Бұл жасыратын дүние емес. Қазір клубта, кешкі сауық орындарында есірткі пайдаланатын қыздарды өте жиі кездестіреміз. Бұл ауыр қасірет. Әрі ескеретін жайт, бұл бизнеске барлығы да жұмылдырылған. Бірі пайдаланады, енді бірі тасымалдайды. Пайдаланушылар қатарында ауқатты отбасылардан шыққан, яғни 1 грамын 15 мыңға сатып ала алатын мүмкіндігі бар жастар болса, тарататындардың қатарында жеңіл ақша тапқысы келетін жағдайы нашар жастар. Кейбірі ақшадан қысылып жатқандықтан кредиттерін жабу үшін, тез арада ақша табу үшін бұл қадамға барады. Есірткіні тасымалдау бізде Telegram арқылы жүреді. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың Қазақстанда есірткімен күресу туралы айтқандарынан түсінгенім. Қазақстанда тек таратушылар бар, сатушылар елден тыс жерде. Олар Telegram чарттар арқылы байланысқа шығады. Әрі олардың барлығы өзге жерлерде орналасқан. Оған қоса министрдің айтуынша жыл сайын жаңа синтетика түрлері пайда болуда. Бұл жылы шыққан мефедрон өте қауіпті. Әрі бүгінгі таңда ол елімізге үлкен көлемде әкелінген екен. Осыған қоса қарапайым адам түсінбейтін, бірақ пайдаланатындар танитын жазбалар арқылы да іздеп табады. Ол көп қабатты үйлердің қабырғаларындағы жазбалар. Ол жерде Telegram каналдарға сілтеме берілуі мүмкін. Бұл тек Алматыда бар проблема деп ойласаңыздар, қатты қателесесіздер. Таныстарымның айтуы бойынша бұндай жазбалар әр қалада бар. Тіпті осы жазда Павлодарда өз көзімен 1-2 жерде осы сілтемелерді көрген едім. Тасымалдау, сатудың бәрі Telegram каналдар арқылы жүзеге асыруда. Сол себепті барлық адамдар Telegram иесі Дуровқа жолдама жіберуде. Айтпақшы, жастардың есірткіге қызығушылығына әсер еткен тағы бір дүние «Шекер» сериалы. Өткен шығарылымда мен бәрі бірдей сериалдың идеясын ұқпай, керісінше кейіпкердің өміріне жеңіл ақшаға қызығып, соған әуес болу мүмкін деп айтқан едім. Оны сілтеме арқылы өткен шығарылымнан байқасаңыздар болады. Шынымен де сериалды шығарғандар өздері байқамай есірткіге біршама пропаганда жасап қойды ма? Әлде елде бар қиындықты, шындықты көрсеткісі келді ме? Мүмкін сериал арқылы қоғам бұл проблеманың барын және онымен күресу керектігін түсінеді деген ой болды ма? Қалай ойлайсыздар? Құрметті көрермен, мефедрон адамды аз уақытта мүгедекке айналдырып жібереді. Буындар сырқырап, аяқ-қолдары дірілдеп, бүйрек, бауыр бұзылады. Жүрек аурулары күшейіп, жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Нәтижесінде тіпті шизофренияға әкеліп соғуы мүмкін. Мефедронға тәуелділердің арасында суицид өте жиі кездеседі. Сондықтан бұл видеоны барынша WhatsApp группаларға, таныстарыңызға, туысқандарыңызға жіберсеңіздер деп сұраймын. Осыған қоса осы тақырыпты ауқымды зерттеу жүргізген наркостоп қозғалысы туралы мақалаға сілтемені де тіркеп қоямын. Оны да оқып шығыңыздар. Жастарды қорғап қалу біздің қолымызда. Аянып қалмаңыздар. Пікірлеріңізді видео астына қалдырып, арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Шолпан Сағадат. Көріскенше. Тебе не кажется, что мы слишком далеко зашли? В смысле? Из нас люди умирают. Бля, Таня, родной, она сама была наркоманка. Рано или поздно она бы и без тебя передохнулась. Рано или поздно, блядь?